Шыңғыс ұрпақтарының ішінде ең алғашқы болып ислам дінін қабылдаған кім екенін білесіз бе? Ол Алтын Орданы 1257-1266 жылы басқарған Шыңғыс ханның немересі Жошының баласы Бату ханның інісі Берке болатын. Берке ханның кезінде Алтын Орда айтарлықтай дамып, қала құрылысы жақсы жандана түсті. Атақты Алтын Орданың астанасы Сарай Берке қаласы салынды. Берке хан Парсы елі мен Мысырдан ғалымдарды, ақындарды, дін иелерін, ал Хорезмнен қолөнершілер мен көпестерді шақыртты. Шығыс елдерімен сауда және дипломатиялық байланыстар жандана түсті. Берке хан билігі кезінде Алтын Орда мен Мысыр арасында ресми түрде елшілік алмасты. Ол кезде Мысырды Қыпшақ даласынан шыққан Сұлтан Бейбарыс басқарып тұрған еді. Берке хан өзінің асқан қабілеттілігінің арқасында Алтын Орданы дамытып, күллі әлемге танытты. Сіздер Алтын Орданың ханы Берке хан туралы ақпарат алдыңыздар. Осы Алтын Орданы билеген басқа да хандар туралы білгілеріңіз келсе, төменге хандар деп жазып кетіңіздер. Келесі адамға жолдап, қолдап қойыңыздар.